Тәуелсіздіктің 30 жылында Қазақстанымыз қол жеткізген жетістіктер аз емес. Әрине, ештеңе де өздігінен бола бермейді. Қалай болғанын, қандай қиындықтарды бастан кешкенімізді, қандай жолдардан, сын қатерлерден өткенімізді әр қайсымыз терең түсіне білуге тиіспіз. Қиындықтар, күрделі, күрмеулі түйіндер әлі де бар, болады да. Оларды жеңу үшін, шешу үшін бірлік пен ынтымақ, ерен еңбек, жоғары жауапкершілік керек. Тәуелсіздігіміз, Қазақстанымыз мәңгілік болсын.